Сәлеметсің бе, Әли? Бүгін математика сабағында біз 17 және 18 сандарымен танысамыз. Шотта салынған санды жаз. Бірінші шотта қызыл мен ол бір ондық ретінде алып тұрмыз, е? Енді бір ондық және неше бірлік бар екен санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Демек 17. Келесі бір қызыл дөңгелек және 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 көк дөңгелек бар. Сонда бір ондық пен 8-ді қосқанда 18. Мына тор көздердің ішіне 17 және 18 сандарын жазып шығамыз. Келесі тапсырма. Санды бірге арттыр. Бірінші қосылғыш пен қосындыны салыстыр. Нені байқадың? Енді қара, 4-ке 1-ді қосамыз, болады 5. Енді бірінші қосылғыш 4 болып тұр, және қосындының мәні 5 болып тұр. Біз бірге арттырғанда қандай сан шығады екен? 4-тен кейін 1-ді қосқан кезде келесі сан шығады екен. Мысалы, тағы да екінші есепті қарайық. Мысалды қарайық. 10 қосу 1 тең 11. Тағы да салыстырып көрейік. Біріншісі мен жауабын 10 және 11. Демек, санды бірге арттырғанда келесі сан шығады екен. Немесе кез келген санға 1-ді қосқанда келесі сан шығады. Демек, 12-ге 1-ді қосқанда 13 шығады. 6-ға 1-ді қосқанда 7 шығады. Сол сияқты жалғаса береді. 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Қажетті таңбаны таңда және қой. Артық, кем немесе тең таңбаларын қоямыз. 10 мен 17 санын салыстырамыз. Қай сан үлкен деп ойлайсың? Әрине 17. Демек, біз жазамыз 10 17-ден кем. Жаңағы біздің таңбамыз 17-ге қарап тұрады. 18 бен 10-ды салыстырамыз. Әрине 18 артық. 18 артық 10-нан. Демек, таңбамыз біздің 18-ге қарап тұрады екен. 17 мен 7-ні салыстырайық. Әрине 17 үлкен, өйткені ол 2 таңбалы сан, ал 7 ол 1 таңбалы сан, е? 17 артық 7-ден. Келесі 10 мен 18-ді салыстырамыз. Әрине 18 үлкен. 10 18-ден кем. Біздің таңбамыз 18-ге қарап тұрады екен, е? Келесі тапсырмаға қарайық. Сандарды ондық пен бірліктерден құрастыр. 1 ондық 7 бірлік, ол қандай санды береді? 1 ондықта 10 бірлік бар. Дұрыс айтасың, 17. 1 ондық 3 бірлік, 13. 1 ондық 8 бірлік, 18, дұрыс. 1 ондық 5 бірлік болады 15, дұрыс. 1 ондық 5 бірлік 15, 1 ондық 4 бірлік 14. Мінекей, осылай жаздың деп ойлаймын. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Сөз есеп. Есепті оқы. Есептің шартын жасыл түсті қарындашпен сыз. Есептің сұрағын қызыл түсті қарындашпен сыз. Есеп Мараттың 10 төркөз дәптері және 7 жол дәптері бар. Маратта барлығы неше дәптер бар? Қалай ойлайсың? Осы есептің шарты қай жерде жазылған? Сұрағы қалай жазылған?
Мараттың 14 көз дәптері және 7 жол дәптері бар. Бұл есептің шарты болады. Оны жасыл түспен астын сызамыз. Маратта барлығы неше дәптері бар? Ол есептің сұрағы. Сол себепті оны қызыл түсті қарындашпен сызамыз. Ал енді шешу қалай болады екен? Бізге барлығын табу үшін біз қосуымыз керек. Демек, шешуі 10 қосу 7 болады 17. Енді жауабын біз сұрағына қарап жазамыз. Маратта барлығы неше дәптер бар? Жауабын осы сұраққа байланысты жауап ретінде жауап береміз. Маратта барлығы 17 дәптер бар. Солай жазамыз. Келесі есепте есептің шартын оқы, есептің шартына сұрақ қой және есепті шығар. Шарты: Мараттың 17 дәптері бар еді. Ол 7 дәптерді әпкесіне берді. Енді қандай сұрақ қоюға болады? Мұнда барлығы белгілі. Ода 17 дәптері болды. 7 дәптерін әпкесіне берді. Енді сұрақ қандай болады деп ойлайсың? Я, дұрыс айтасың. Маратта қанша дәптер қалды? Сондай сұрақ болады, я? Ал шешуі қалай болады екен? Қалды десе, біз азайтуымыз керек екен. 17-ден 7-ні азайтамыз. Болады 10. Жаңағы жауабын сұраққа қарап жазамыз. Мараттың неше дәптері қалды? Жаңағы неше дегеннің орнына шешуіндегі шыққан санды жазамыз. Мараттың 10 дәптері қалды. Мінеки былай жазамыз. Жазамыз, сызамыз. Келесі тапсырмаға назар аударайық. Келесі санды алу үшін қандай санды қосу керек? Жаз. Мысалы, 10, келесі сан 11. 11 шығу үшін біз не істейміз? Бағана мен жоғарыда айтып кеттім, я? Келесі сан шығу үшін біз 1-ді қосамыз. Кез келген санға 1-ді қосқанда келесі сан шығады екен. Демек, 10 қосу 1-ден 11, 11-ге 1-ді қосамыз 12, 12-ге 1-ді қосамыз 13, 13-ге 1-ді 14, 14-ге 1-ді 15, 15-ге 1-ді 16, 16-ға 1-ді 17, 17-ге 1-ді қоссақ 18 болады екен. Жақсы. Неге бұлай болады? Бүгін біз сенімен әлі көптеген есептер шығардық. 17 мен 18 сандармен таныстық. Кез келген санға 1-ді қосқан кезде келесі сан шығатынын білдік. Осы ережені есіңе жақсылап тұрып сақтап ал. Берілген тапсырмалардың барлығын дұрыстап, орындап, жазып, маған фотоға түсіріп жібер, жақсы ма? Осы сабақ түсінікті болды деп үміттенемін. Келесі кездескенше сау бол.